Диетологтар алмұрттың пайдалылығы жайында сирек айтады. Мамандардың айтуынша, дұрыс тұтынған жағдайда алмұрт салмақ түсіруге, обыр, гипертония, сусақ, жүрек ауруы тәуекелдерін төмендетуге ықпал етеді. Бір алмұртта 101 калория, 27 грамм көмірсу, 1 грамм ақуыз бар. Ол күндік қажеттілікте С дәруменінің 12%, К дәруменінің 10%, калийдің 6%-ын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ оның құрамында калий, темір, магний, В6 дәрумені және фолатты табуға болады. Алмұрттың нәрлігін естен шығаруға болмайды. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады, иммундық жүйені реттейді, салмақ түсіреді. Алмұрттың құрамындағы арбутин деген антибиотик микробтарды жояды. Пісірілген алмұртты қатты жөтелгенде, деміккенде және өкпе туберкулезіне ем ретінде қолданады. Кептірілген алмұрттан жасалған қайнатпаны қызба ауруы кезінде несеп жүргізіп, бүйректегі тасты шығаруға, іш ауруына, қант диабетіне өте пайдалы. Алмұрт қандағы холестерин мен қанттың деңгейін түсіруге көмектеседі, сол арқылы қан қысымын реттейді. Алмұрттың құрамында жасұнық мол болады, ал жасұнық ас қорыту мен ішек жұмысын жақсартуға септігін тигізеді. Алмұртты күнде жеуді әдетке айналдырған адам қан қысымы, гипертензия, семізді, қанттың көбейіп кетуі, қант диабеті сынды аурулардан аман болады. Біздің арнаға жазылып, лайк басып, комментария жазып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Келесіде қандай жеміс туралы айтамыз, оны да жаза кетіңіздер.